Қыздар, бүгін сіздермен өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығатын начинка қосылған рогаликтер дайындаймыз. Електен өткізілген ұнға қопсытқышты салып араластырамыз. Қаймақ, бөлме температурасында еріп тұрған сары майды салып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Қыздар, біздің қамырымыз видеодағыдай жұп-жұмсақ болғаны дұрыс. Егерде қаймақтарыңыз қатты сұйық болса, онда аздап қана тағы да ұн қосуға болады. Осындай қолға жабысатын жұмсақ қамыр болып шығады бізде. Онан соң бұны салафанға салып, шамамен 1 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Менде тоңазытқышта 1,5 сағаттай тұрды. Енді осы қамырды теңдей етіп 4 бөлікке бөліп аламыз. Бөлінген бөліктердің барлығын видеодағыдай етіп осылай дөңгелектеп аламыз. Онан соң бір бөлігін алып қалып, қалған 3 бөлігін қайтадан тоңазытқышқа қойып қоямыз. Видеодағыдай етіп ұн себе отыра осылай жайып аламыз. Біздің қамырымыз тым жұқа немесе тым қалың болып кетпеуі қажет. Видеодағыдай көлемде жайып, онан соң 8 бөлікке бөліп аламыз. Ортасына начинка ретінде мен вареный сгущенканы қолдандым. Өз қалауларыңызша шоколад немесе нутелла қолдануларыңызға да болады. Видеодағыдай етіп бірінші басып түйіп аламыз начинкамызды салғаннан кейін. Онан соң екі жанын көтеріп, рогалики сияқты етіп ораймыз. Рогаликтерімізді орап алғаннан кейін формаға пергамент қағазын төсеп жайғастырып шығамыз. Бетіне ештеңе жақпаймыз. 170-180 градуста қызып тұрған пеште 20 минутта пісіріп аламыз. Қыздар, әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан міндетті түрде рогаликтарымыз толық піскенше қарап тұрыңыздар. Бетін осылай қант ұнтағымен әсемдесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін.